2009 жылы Қазақстан демократиялық күштерінде үлкен оқиға болды. Екі іргелі партия ЖСДП және Азат қосылды. Бұған дейін оппозиционерлердің бәрі саяси амбициясын ойлайды, бәрі президент болғысы келеді, бұлар біріге алмайды деген аңыздың күл-талқаны шықты. Мен қуандым. Мен облыстарда болғанда біраз азаматтар маған айтқан, дұрыс болды. Бастарын қосылды, енді осылай бірге жүріңдер. Сол кезде қазіргі партияның басшылығы біз осы қосылғанымыз қосылған, енді ажыраспаймыз деп уәде бердік. Енді келіп, осы бір жылдың ішінде жалпыұлттық социал-демократиялық партияның басшылығы сол формуладан кетіп, дербес ұйым ретінде қызмет жасағысы келеді. Мен сұрақ қоям, осы тақырыпты талқылауда неге партияның 50% ғана қатысады? Неге 100% қатыспайды? 2009 жылы бірігу туралы шешім қабылдаған адамдар енді тағы да жиналып шешім қабылдау керек. Я солай қаламыз, я шынымен де дербес жүрейік деп. Ол нағыз өркениетті демократиялық шешім болады. Сондықтан мен сол туралы айтқым келді. Бір жылдың ішінде партияның бірлігін ойлап, өздеріңіз бар сұрақ қойған, басқалар бар. Біз партияның бірлігіне нұқсан келтіреді деп мен бірде-бір комментарий берген жоқпын. Ұят болар. Өзіміздің азаматтар ғой, сөйлесіп жүрміз, ыңғайсыз болар деп. Бірақ менің Жармахан Тұяқбаймен ең соңғы әңгімем тамыз айында болды. Мен партияның төрағасының бірінші орынбасары тамыз айынан бері мен төрағаны көрген жоқпын. Сондықтан оның қызметі не болып жатыр, қандай ойы болып жатыр, жиналыстар не айтып жатыр, одан мен беймәліммін. Сондықтан мына съезд болады деп естігеннен кейін мен осында өзімнің сөзімді дайындап келдім. Яғни қазір мына сағат 10:50-де мен әлі партияның төрағасының бірінші орынбасарымын. Бірақ менің естуімше бұлар қазір барлық орынбасарларды алып тастайды. Сөйтіп жалғыз төраға қалады. Ямса мен алып тастайды деген ойлар бар. Мен кіргізбеуіне қарағанда. Мен тақ үшін таласпаймын. Мен Қазақстан оппозициясына, Тұяқбайға да, Абиловқа да, бұрын Жақиянов, Аблязовқа да, Алтынбек Сәрсенбаевқа да бәріне айтып келе жатырмын. Абдилдинге де. Бірге болайық. Бірге жүрейік, қатар жүрейік, бір-бірімізді демеп жүрейік. Кім ертең президент болады, оны жақындағасын шешерміз. Ақылдасармыз. Біріміз президент болармыз, біріміз премьер болармыз. Ол үшін таласпайық. Ол уақытымен келеді. Оған кімді жібереді, жібермейді. Сондықтан саясаткер мен президент болам деп қана тумайды ғой. Саясаткер еліме, халқыма, жұртыма қызмет етем деп. Ол қандай формада болады? Ол әртүрлі. Сондықтан осы партияның іргетасын қалаған адам, екі адам болса, біреу мен. 16 облыстың 14-інде мен болдым. Жармахан Тұяқбай ағамызға соццентрінің Лондондағы есігін ашқан мен. Әкежан Қажыгелдин деген азаматтың көмегімен барып, біз сол жерге барып соццентрінің есігін алып, бісмілләсін мен бастаған. Менің партия алдында таза. Апта сайын ЖСДП-ның атын шығарып жатырмын. Бір жылдың ішінде партия үнсіз қалды. Мен Тұяқбайға айттым, Жәке, Жаңаөзен комиссиясына кіріңіз. Мен кірбін ішінде орынбасар, сіз де кіріңіз. Жаңаөзен туралы сөз айтпаған саясаткер өлік. Жаңаөзен туралы мұнайшыларды қорғамаған комиссияның құрамында зиялы қауыммен терезесітен жұмыс істемеген кез келген партия қайраткері өлік. Саяси өлік. Референдум мәселесі. Айтқым келді. Жәке, референдумға барайық. Референдум ішінде жүріңіз. Сіз кірсеңіз партияда келеді. Мен бардым. Сол кезде екі Жаңаөзенде де референдумда ОСДП қайда деген кезде мен айттым, мен бармын айналайындар. Мен ОСДП-ның өкілімін. Сондықтан мына неге кіргізіп атқаны маған беймәлім. Мен күткен жоқпын. Шынымды айтайын, мен келгім келген жоқ. Өйткені мен шақырған жоқ. Ойладым, съезді өткізсін, партияның бірлігіне нұқсан келтірмейін. Өтсін, сосын көреміз. Мен бір таққа таласып, қызметке таласып қалмайым. Деп ойлағам, сағат 10-да маған Тұяқбайдың көмекшісі звондап, сіз келмей-ақ қойыңыз дейді. Мен қырсық жігітпін. Мен өзімнің принциптерім бар. Неге мен келмеуім керек? Осында отырған делегациялардың 14 облысын жұмысқа шақырған мен. Үйлерінде болдым, қонақ болдым. Осы күнге дейін звондасып тұрам. Бала шағасын туған күнімен құттықтаймын. Неге мен келіп сәлем бермеуім керек? Сосын ойладым, келейін, пікірімді айтайын, бірлік туралы айтайын, сосын партияның күнделікті өміріне ұсынысымды айтайын, бағдарлама туралы айтайын, ұлтшылдық идеялар туралы айтайын. Біз соны көбірек айтуымыз керек. Өйткені біз қазақ халқының қамын айтпай, біз ешқандай партия ол пұшпаққа жетпейді. Мен керек болса жастарды тарту керек,
мына төралқаны реформа жасау керек, ағаларымызды сыйлаймыз, еңбегі бар шығар, бірақ қазір жаңа толқын келе жатыр, солармен жұмыс істеу керек, ауылдық жерде интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы солар тарту керек, кеңейту керек деген бір әңгімелерді айтқым келді. Сосын партияның атын өзгерту туралы айтқым келді. Өйткені ЖСДП деген ат ол құлаққа келмейді, қазақтың айтуына Алаш деп қояйық дедім, я Азамат деп қояйық. Осындай бір партия алып, әлі сайлауға дейін уақытымыз бар, сөйтіп бір реформа жасайық деп келдім. Өкінішке орай мен кіргізген жоқ. Звондадым жаңа саяси кеңес мүшелеріне, ешқайсысы келіп шыққан жоқ. Бұны ойлаймын, бұл ЖСДП сияқты саяси партияны масқаралау, абыройын төгу. Яғни, егерде біз Нұр Отанды, басқаларды тоталитарлық партия бір адам басқаратын десек, неге біздің партиямыздың ішінде ашық пікірталас болмайды? Неге мен сияқты қатардағы деп айтпайын, осы партияға атсалысып жүрген бірінші орынбасар неге кіргізбейді? Яғни олардың бір арам ойы бар. Яғни олар ашық әңгімеден қашып отыр. Неге қашады? Пікірталас партия ол жанды организм. Сіз пікіріңізді айтуыңыз керек, сіз айтуыңыз керек, сосын барып үш адамның пікірін дауысқа салу керек. Сол кезде демократия болады. Егер де біз саяси режимге жаңар, өзгер дейтін болсақ, біз неге өзіміз жаңармаймыз, неге өзіміз өзгермейміз, неге біз өзіміз тоталитарлық жүйеде отырып, қаламаған адамымызды партияға кіргізбейміз? Сондықтан әңгіме енді ашық айтылатын шығар. Осы күнге дейін, Ораз, өзіңіз маған талай сұрақ қойдыңыз, мен қаштым. Осы күнге дейін партияның бірлігіне нұқсан келтірмейін деп, енді осылай әңгімені ашық айту керек. Яғни белгілі бір күштер қалыптасқан, заңды түрде тіркелген ЖСДП сияқты партияның абыройын төккісі келеді, халықтың алдында масқара еткісі келеді. Мен партияның қатарында қаламын. Бұлар ойлап отқан шығар, ашуланып кетіп қалады деп. Қатардағы мүше ретінде мен партияның реформасына, жаңаруына атсалсам, өйткені бұл жалғыз сол топтың партиясы емес, бұл халықтың партиясы. Мен халықтың бір өкілімін. Менің артымда білем, осы ойымды бүгін сізді тыңдап отырған талай адам қолдайды. Бірге болу, бірлік болу, бір адамның шашбауын көтермеу, сойылын соқпау, бүкіл Қазақстан демократиялық оппозициясыз тағдыры бір адамға телініп қалмау керек. Заманбектің, Алтынбектің, Батырханның, Асқаттың қаны бізді сол үшін шақырады. Жұрт өмірін берді Қазақстанның оппозициясының бірлігі үшін. Түрмеде отыр ғалымжандар мен мұхтарлар. Мына азаматтар партияны өзінің бір жекеменшік ұйымы ретінде қарақысы келеді. Неге шынымен де демократиялық пікірталас, пікір алуандық болса, неге мені кіргізбейді, неге маған сөз бермейді? Бүйтіп олар өзінің бетін ашты. Мен бұларды айыптаймын, кінәлаймын, бірақ партияның ішінде жүріп, мен өзімнің пікірімді партияны жаңарту, партияны ертеңгі үлкен саяси науқандарға дайын жасау үшін мен өзім атсалсам. Біреудің қызмет береді, маған қызмет деп қайламаймын. Құдайға шүкір қаламым бар, Құдайға шүкір баспасөздегі өзім орным бар, айтамын. Сосын ең басты мәселе, қазір режимнің өзі үлкен өзгерістің алдында тұр. Ертең мұрагер кім болады, президент қанша отырады, саяси конфигурация қалай болады деген режимнің өзі, биліктің өзі басы қатып жатыр. Сол кезде ертең алда-жалда бір нәрсе болып қалған кезде Қазақстан оппозициясы бірге болу керек. Мен оны Тұяқбайға да айттым, Абиловқа да айттым, Аблязовқа да айттым, Алдамжаровқа да айттым. Бәріміз бірге болуымыз керек. Сол кезде біз жеңеміз. Онсыз мынадай масқара, мысалы мен өзім азамат ретінде ренжіп отырмын ана кісілерге. Жігіттік емес, бұл мігіттік. Жігіттер бұлай жасамайды. Жігіттер келтіреді, сөз береді, тыңдайды, өзінің уәжін айтады.